Ауызашарға не жасасам болады деп бас қатырып отырсаңыз, осы тағамдарды жасап көріңіз. Ең алдымен қазанға майымызды құйып, қызғаннан кейін майдалап туралған етімізді салып, суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Кейін пиязын және де сәбізін де осылай қуырып, томат пастасын салып жақсылап қуырып аламыз да, үстінен картоплын салып, суын құйып, бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте қамырын илеп аламыз. Мен кең-утасу машинасында небәрі 5 минутта қатты қамырды илетіп алдым. Екінші тағамға чечевицный суп дайындадым. Барлық пияз, сәбіз, картоптарды осылай жақсылап қуырып, чечевицасын және де кешегіден қалған етін сорпасын құйып алдым. Ал салатқа витаминге бай қызылшадан 8 секундта кең-утасу машинасында салат дайындадым. Осы уақытта сүзбе нанымыздың паделево пісіп тұр екен, оны сүзіп алдым да кең-утасу машинасында ие қанып тұрған қамырымды 1 минутта жайып, осылай кесіп алдым. Оны осылай пісіріп, сүзіп, тағамымызды үстінен паделивын салып ұсынамыз. Енді өте дәмді болып шығады. Және де пісіп тұрған чечевицамызды да блендердің көмегімен езіп дайындап аламыз. Бұл тағамды сіздерде не деп атайды? Көп жерде нан салма, май қамыр деп те атап жатады екен, ал біз сүзбе нан, сүзбе кеспе деп атаймыз.